Хадистен алынатын екінші пайда, бауырлар, керемет жақсы пайда, кейбір ғұламалар мән беретін. Бұл хадистен, бауырлар, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның керемет бір диетасын, тамақ жеу тәсілін, арықтаудың әлде бір тәсілін керемет алуға болады бұл хадистен. Арықтағысы келетін кісілерге деген сияқты, әлде семіргісі келмейтін кісілерге, бәрімізге ғой, қазір заманның проблемасы, әсіресе әйелдер, ол қалай, бауырлар, бұл хадистен ол қалай шығады, ұйқының алдында кем дегенде 2-3 сағат бұрын тамақ жеп алу. Ұйықтауға 2 сағаттан аз қалатын болса тамақ ішпеу. Тамақ жегеннен кейін 2-3 сағаттан кейін ұйықтау. 3 сағат болса мүлдем керемет болады дейді. Жалпы медицина деді ғой, адам баласы ұйықтар алдында тамақ ішпеу керек дейді. Өйткені ол зиян болады дейді. Бүкіл көптеген ауру шығуына себеп болады екен. Иммунитет әлсіреуіне, тіпті жатар алдында тамақ жеу әдет болатын болса, адамда ракты нетеді екен, оятады екен. Тағы сол сияқты диабет, әлде асқазан ауру деген сияқты сол проблемалардың бәрі содан шығады екен, егер ұйықтар алдында тамақ ішетін болса. Бұл хадистен қарайтын болсаңдар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не қарасаңдар, егер сендерге кешкі тамақ берілсе дейді, ақшам намазын оқымай тұрып кешкі тамақтарыңды жеп алыңдар дейді. Тамақты сахабалар кезінде мағриптан бұрын ішетін болған, ақшам намазынан бұрын ішетін болған. Одан кейін сахабалар ақшам намазын оқиды мағрипті, мағриптан кейін сахабалар тамақ ішпейді, болды, тойып алды қарындар, дұрыс па? Одан кейін мағриб пен ишаның арасы шамамен сағат жарым, азан шақырылады. Азан шақырғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құптан намазын күтетін болған, кешіктіретін болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Содан кейін барып кешіктірілгеннен кейін құптан намазын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оқыған. Сонда қарап тұрсаңдар, құптан намазы мен иша намазының арасы сағат жарым, азан шақырылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүннет бойынша тағы да күтеді. Күткеннен кейін олар иша оқиды. Иша оқып сүннеттің бәрін анау-мынау оқып болғаны үйге келген шейін, шамамен 2 сағаттан асып келеді. 2 сағаттан келіп төсек салып бүйтіп жатқан шейін, 2 сағат жарым, 3 сағат болады дейді, субханалла. Сондықтан қарасаңдар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам керемет диетаны 14 ғасыр бұрын үйретіп кеткен ғой, ұйықтардың алдында тамақ ішпеу деген нәрсені. Мағриптің алдында тамақ ішіп алыңдар дейді, болды. Мағриптан кейін одан кейін тойып алғаннан кейін ешкім тамақ ішпейді, иша болады. Сосын шамамен былай айтқанда ұйқының алдында 1-2 сағат бұрын тамақ ішіп алады ғой сонда сахабалар. Керемет еді адам баласы, егер де ұйықтардың алдында 2-3 сағат бұрын тамақ ішіп алатын болса, ұйқыдан алдында 2-3 сағат бойы тамақ ішпейтін болса, оның қарында бәрі демалады екен, субханалла. Негізінде адам баласы ұйықтағанда демалады ғой, дұрыс па? Дәл сондай қылып қарында демалады. Ал егер ұйықтардың алдында тамақ ішіп алатын болса, шай ішіп алатын болса, тіпті су ішіп алатын болса дейді, қарын демалмайды дейді. Тамақты 2 сағат бұрын ішіп алған жақсы дейді, ал суды 1 сағат бұрын ішіп алған жақсы дейді. Жалпы медицинада сөйтіп айтады. Себебі адамның қарны ішіне тамақтары қорытылу процесі демалмай түнімен жұмыс істей береді. Егер де ұйқының алдында тамақ ішетін болса, сол кезде дұрыс арықтамайды. Ал егер адам баласы 2-3 сағат бұрын тамақ ішпеген болса, ұйқының алдында, онда машалла кәдімгідей ұйықтайтын болса, 7-8 сағат ұйықтайтын болса, 400 тіпті 500 граммға дейін арықтайды екен адам баласы, субханалла. Былай қарағанда жүгірмей, істемей адам баласы ұйықтағанның өзінде 400 граммға дейін арықтайды. 10 күннің ішінде 4 килограмм былай айтқанда. Егер де керемет осындай диетаны орындайтын болса адамдар, субханалла. Керемет нәрсе, субханалла. Көп Аллах тағала бәрімізге осыған амал жасауға нәсіп етсін. Аллахумма амин. Сахабалар кезінде осыны істеген ғой, ал біздің заманымызда керісінше ғой, субханалла, қазір жатарда шай ішеді ғой, дұрыс па адам баласы. Әлде шай ішпек түгіл, тіпті кешке тамақ жасады ғой, дұрыс па? WhatsApp-тарға, группаларға жазып, что там, кім болсы, что не істейміз, қайда, не план деген сияқты барып бір ресторанға, әсіресе қаланың ішінде өмір сүретіндер барып тамақ жасады ғой, дұрыс па? Кезінде, сахабалардың кезінде ишадан кейін болды, көшеде өмір жоқ. Өйткені оларда телевизор деген нәрсе жоқ, телефон, анау-мынау, соцсет деген нәрсе жоқ. Сондықтан болды, ишадан кейін өмір бітеді оларда. Ұйықтайды болды, басқа дым жоқ. Майшамда құртатын бір немес оларға, эконом емес. Сондықтан олар не істейді? Болды, ишадан кейін ұйықтайды. Таңертең таң намазының сол уақыттарында ұйықтан тұрып, болды, өмір сол уақыттарда оларға басталады. Керемет нәрсе ғой, негізі адам баласы сондай қылып ерте ұйықтап, және 2-3 сағат бұрын тамақ ішіп алып, 2-3 сағаттың ішінде тамақ ішпей сосын ұйықтайтын болса, және әсіресе бауырлар, әсіресе сағат 10-нан бастап 2-нің арасында ұйқы алатын болса, ода мүлдем керемет болады. Адамда себебі
яғни арықтаудың процесі, яғни ең мықты жүретін уақыты сағат 10 мен 2-нің арасы екен, субханалла. Егер адам баласы 10 мен 2-нің арасында ұйықтайтын болса, яғни мүлдем тез арықтайды екен. Былай неге қарай, гормон сол уақытта, мелатонин бағанағы гормоны сол уақытта бөлінеді екен, 10 сағат 2-нің шамамен сол арасында. Енді әрине намаздың уақыты болып қалмайды, қыс уақыттарында мысалы үшін мүмкін да, былай айтқанда ерте ұйықтауға. Сол көбіміздің қазір проблемамыз ғой, былай айтқанда. Керісінше түн болғанда өміріміз басылады ғой үйде, субханалла, дұрыс па? Иша болатын болса, мағриб болса, керісінше тамақ пісіріп, бірден шай қойып, бірден сөйтіп өмір басылады, дұрыс па үйде? Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде сондай болған. Ишадан кейін ұйықтайтын болған. Сосын таң намазынан тұрып болды, өмір басылады кісілерде. Яғни сөйтіп кісілер өмір сүретін болса, яғни денсаулықтарына көп нәрселерге яғни көмек болады, және стресс, депрессия деген нәрселер кетеді. Адамдар көбінесе әйелдерде бағандай стресс, депрессияға батып, сөйтіп ауырып жүреді, панический атака болып жүреді, мысалы, субханалла. Соның бәрі сол осы ұйқы бұзылғаннан дейді. Егер адам баласы ондарда ұйықтайтын болса, 10 мен 2-нің арасында ұйқымен өткізетін болса, яғни мелатонин гормон яғни көп бөлініп, адамда яғни стресс, депрессия деген нәрселер аз болады екен, субханалла. Сондықтан пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам қарасақ, мына жерде 14 ғасыр бұрын бізге сондай керемет диетаны үйретіп кетті ғой, субханалла. Яғни кешкі асты ұйқыдан 2-3 сағат бұрын жеу. 3 сағат болса мүлдем керемет болады дейді врачтар медицинада. Ал су болатын болса 1 сағат бұрын дейді жалпы. Осы хадистен алынды. Хадисті келіп оқып жіберейін. Анастан радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, егер сендерге кешкі тамақ берілсе дейді, ақшам намазын оқымай тұрып кешкі тамақтарını жеп алыңдар дейді. Яғни мағриптан бұрын жеп алыңдар дейді. Мағриптан кейін асықпай отырып ишаға дейін тамақ ішпеңдер дейді. Жоқ, мағриптың алдына жеп алыңдар дейді, сосын мағриб оқыңдар, ишадан кейін, сосын одан кейін иша намазын күтесіңдер, солай яғни уақыттарың өтеді. Хадисті Бұхари мен Муслим риуаят еткен. Бұл бауырлар екінші хадис.